Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мен осы баяндамамды Шымкенттегі той деп айтқалы отырмын. Неге дегенде, ол жерде мынандай деп қойыпты: Шымкенттегі той осылай болады деп қойыпты. Бүткіл Шымкенттегілердің намысына тиетін сөзді, тақырыпты сондай қойып қойыпты. Шымкентте тек қана тойлар осылай болады, басқа той болмайды деп, тойды бастап жіберіпті. Енді тойды жүргізіп жатқан қазір асаба деп апты, баяғыда біздің кезімізде тамада дейтін, тамада жүргізіп жатыр. Ондай тамаданы мен енді ойлаймын, анау тамада апасы, анасы ойнастан туған ба, сондай бір халықты жаман жаққа сүйреп бара жатыр. Өзінің жүрегі қандай шіріп кеткен болса, халыққа соны көрсетіп тұр. Бір. Және десе, өрдегіні мен той деп айта алмаймын. Өрдегі той деп айтсақ ұят болады. Өрдегіні жын ойнақ деп айтса болады. Енді ана жерде той істеп жатқан жерді мен тойхана демеймін, ойнасхана деп қоямын. Жаңағындай ойнасхана дейді, тек қана жезөкшелер жиналатын жерді ойнасхана деп қояды ғой. Ана тойда тек қана лесбиянка жезөкшелер жиналып апты. Былайша айтқанда, көбісінде енді сондай жерлерде көп билейтіндері келіннің артынан келген сіңлілері, келіннің құрбылары билейтін еді. Мен ойлаймын, жердегі жаңағындай шатын ашып, айқара ашып, бүткіл астыңғы жақтарын бәрін елдерге оқтап атқан қыздар, сол келіннің артынан келген сіңлілері, құрбылары ма деп ойлап жатырмын да. Немесе жағы үйленіп жатқан күйеу баланың қарындастары, я болмаса бірге істейтін әріптестері деп те ойлауымыз мүмкін. Енді жерде той өте машқара болып жатыр. Біздің қазақтарға тән емес. Ата-бабаларымыз ондай той жасамаған. Қай ата-бабаларымыз ондай той жасады? Шаңырақтай қылып, шатын ашып қойып, оқтап, халыққа бәле батырларын бәрін оқтап, қыздар билеп жатқан кездерде жатып алып тұрып, екпеттеп жатып алып, позаларға түсіп, анандай сексуалды қимылдарды халыққа көрсетіп жатса, бұны той демейді ғой, бұндайлар жын ойнақ дейді да, жын ойнақ дейді. Мен ойлап отырмын, сол жерде тойды басталар кезінде қандай ақсақал бата берді екен деп ойлаймын да. Сол бата берген ақсақалдарға жүдә жақсы қылып жатыр. Шатын ашып қойып, шатын шаңырақтай қылып ашып, сол бата берген ақсақалдарға шатындағысын оқтап қойыпты. Мінекей сізге мынау деп. Және де сондай сексуальный қимылдарменен тойдағы отырғандарды шақырып жатыр. Мен ойлаймын, сол жердегі ер адамдардың барлығы қол шапалақтап мәз болып жатыр да енді. Солардың бәрінің аузынан сілекей ағып, өле жазап отырғаны сол жерде көрініп жатыр. Енді тойда бір ұяты бар адам жоқ екені сол жерде мәлім болып тұр. Қыздардың билеп жатып, сексуалды қылықтарын қылып, сексуалды қимылдарын қылып жатқан кездерде сол жерде бір ұяты бар адам жоқ екен. Барлығы бірдей сияқты болып тұр да. Барлығы қол шапалақтап, айқайлап, күліп, рахаттанып, ләззаттанып, қыздардың айқара ашып қойған шатына қарап мәз болып отырған тойға келушілер, қонақ, құда жекжаттар болып жатыр да. Ешқандай қазір ұят қылмаған адамдар отырып алған сол жерге, той берген адамдарда ұяттың жоқтығы көрініп тұр, және қыз берген адамдарда ұяттың жоқтығы көрініп тұр, және қыз алған адамдарда ұяттың жоқтығы көрініп тұр. Сол жерде бүткіл құда жекжаттардың бәрінің ұяты жоқ. Неге дегенде, қыздардың шатын шаңырақтай қылып ашып, сояққа өздеріне қарап оқтап атқанына мәз болып, қол шапалақтап, тағы да аша түс дегенде ай деп айқалап тойды көріп отқандарын көрдік. Енді бізде биліктегілер қайда қарап отыр? Енді сол жағына келейік та. Биліктегілер тек қана бір жақсы іс істеп атқан, қазағым деп жанын ауыртып атқан адамдардың ғана соңынан түсіп алған, бұндайларға бұрылып та қарамайды. Мен ойлаймын, осылардың ортасында сол биліктегілер де отыр ау деп ойлап отырмын да. Енді жақында ғана анау өзіміздің елтаңбамызды
мусордың ішінен, қоқырсықтың ішінен тауып алып, әдемелеп, тазалап, адамдардың нәжастарын сүртіп, иттің нәжасын сүртіп, төріне іліп қойып еді, 16-та айыппұл салып жіберді. Ана жерде анау тойды жүргізіп жатқан бірінші кезекте тамаданы қамап тастау керек, және десе сондай той жүргізіп жатқан тойдың егесін қамап тастау керек. Биліктегілер не адамдардың бұзылуына себеп болып жатқан адамдарды неге көрмейді? Қазір қарасаң, тойда тек қана мынау тойды көрген, мынау көрші мемлекеттегілерден ұят болып жатыр да, мынау тойды көрген көрші мемлекеттерден ұят болып жатыр. Қазақтардың тойының барлығы осындай болып өтеді деп жағы ойлап қалады да. Бізге айтып та жатыр. Сіздердің тойларыңыз өте бір басқаша той болып жатыр. Тойларыңыз ішінде жүріп, қыздар іш киімін шешіп алады да, бүйтіп бұлғақта билеп жүрген қыздарды көріп қалдық. Мына ютубта жүр ғой дейді. Мына тойды көріп алып тұрып, маған осыны бір басқа көрші мемлекеттегі жігіттер бар еді, маған ссылкасын салып жіберіпті, ашып жіберсем, қыздар деген жағы енді қоя бересің. Ой, жағыны ауызбен айтып жеткізу қиын. Жағы өте ұятсыздық жағы жерде. Өңкей лесбиянка, өңкей жезөкше бәле қыздардың барлығы тойға жиналып апты. Сөйтіп билеп жатқан болса, тойдағы отырғандар жағы, тойдағы отырған бүткіл кемпірі болсын, бүткіл жағы келіндері болсын, қыздары болсын, бәрі сөйірді жезөкше есебінде кетіп тұр да, берді. Жезөкше есебінде. Неге дегенде Аллах Аллах тағала бұны сондай қылып оятады. Неге дегенде бір жерде шариғатқа қарсы қылмыс болып жатқанда, өрді тоқтау айтпаған адамдар солармен бірдей болады деп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткен. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам не деді? Бір жерде дін машқараланып жатқан болса, ол жерде сен де отырған болсаң, пәленше ананы істеп жатыр, түгенше мынаны істеп жатыр деп сен өтіп ойламағың дейді. Сен солармен бірдейсің дейді. Ана жердегі отырған адамдардың барлығын ата бабалары мұсылман болған. Ал енді сол жаңағы қыздардың сексуалдық қимылынан қылық көрсетіп жатқанына барлық қол шапалақтап, жаңағы тойхананың патологы көтеріліп кететіндей гу деп айқайлап отқан болса, ол жерде бір оңған адамның жоқ екендігі біздерге көрініп тұр. Сол жағы өзінің отырыстары дәлелдеп тұр. Оңған адам жоқ ана жерде барлығы. Ал енді тамада енді көрініп тұр, тамада енді бір көзі ойнап тұр. Ойнасыстан туылғанның көзі ойнап тұрады деп бекер қазақ айтпаған. Ана тамаданың жағы көзі ойнағанда енді жағы шарасынан шығып кете жаздап ойнап тұр. Мінекей, осындай біздерді тойлар болып жатқан болса, осыларға биліктегілер тиым салмаған болса, биліктегі отырған жігіттер де еркектік намыстың жоқтығын білдіреді өрді. Қанша биліктегі адам, депутатың бар ма, министрің бар ма, президентің бар ма, бұлардың барлығы мына тойды ютубтан көрген болса керек. Соларды көре отырып, неге мынандай той болды, қай жерде мына той болып жатыр деп іздеп тауып алып, соларды жағы шара қолданбаса соларға, демек оларда жағы ұят, намыс дегеннен жоқ болып қалды. Біздің қыздарымызда сондай ұяттың қалмағаны, оған қой дейтін адамның болмағаны, бұл біздің әпті мемлекетіміздің сондай дәрежеге жетіп қалғаны көрініп тұр. Өте қиын болып тұр. Мынаны көріп мен деген не істерімді білмей кеттім, шыдай алмай кеттім мына тойды көргеннен кейін. Шымкентте осындай тойдан басқа той болмайды. Тек қана шымкенттіктер ғана осындай той жасайды деп, жағы тақырыбына жазып қойып, ютубқа қойып қойыпты. Шымкенттіктер осыны тауып алып көрсеңдер болады, осыны ютубты. Бүткіл шымкенттіктер сонда тойды өсіп жасайсыңдар ма сендер? Мына той жасаған адамның барлып тісін қағып алу керек қой, бүткіл тісін қағып алу керек. Тойды жүргізуші тамаданы апарып тұрып, апарып тепкіліп тастау керек. Сол тойхананың ішінде тепкілеу керек. Ана ер тойхана емес, ойнасхана. Анау не ойнасхана деп қояды. Сондықтан біз оны тойхана дей алмаймыз, ойнасхана дейміз. Сол ойнасханадағы болып жатқан жын ойнақты көрмеген билік, ол демек соны керек еткен билік болады. Биліктегілер тек қана жағы көшеге шығып алып, халқыма жақсылық болсын, халқым қайтсем, халқым түзеледі деп шырпыр болып жүргендерді түрмеге отырғызып қояды да, мыналарды бостандыққа көберіп қояды. Мынандай жын ойнақтарды, жезөкшелердің айқара жағы ашып тастаған шатына үңіліп отырғандарды
көберіп қояды. Ана жердегі тойда отырғандардың барлығы Аллах Тағаланың алдында қылмыскер болып есептелінеді. Бата бергені болсын, ақсақалдары болсын, ақ жаулықты әжейлері болсын, барлығы Аллах Тағаланың алдында қылмыскер болып есептелінеді. Сол күйде тоба қылмастан барлығы өлетін болса, Аллах Тағаланың алдында қиналып қалады. Тоба қылыңдар, тобаларыңа келіңдер. Анандай тойды екінші істемеуге әрекет қылыңдар.